Құрметті тыңдаушылар, енді осы тоқтап тұрған жерден орнынан шығып кету керек. Біз деген мысал үшін осы шығатын жерден оңға қарай кетуіміз керек. Оң жағымызда мына жерде көлік бар. Яғни көлік болса, біз деген қазір бұрылған кезде артқа крыломызбен мына жанымызда тұрған машина тиіп кетуіміз мүмкін. Сондықтан тимеу үшін біз бірінші алғашқы мына дыға қоямыз да драйвқа, одан кейін тура жүреміз и мына айнаға қараймыз. Айна жақ деген мына тұрған автомобильдің алдын толық өтіп кету керек. Мінекей өтіп кетті, көрдіңіздер, өтіп кеткеннен барып енді рульді бұра бастаймыз. Сонда да айнаға қараймыз. Машинаға тие ма, тимей ме деп жанымызда тұрған көріп тұрсыз ба? Егер тимейтін көзіңіз жетсе, ғана ары қарай жүре беріңіз. Егер біз айнамыз ол көліктен өтіп кетсе, машина ешқашан тимейді. Енді ары қарай жүре береміз. Енді мына жерде қазір біз ауладан үлкен жолға шығамыз. Үлкен жолға шығар кезде міндетті түрде біз жол беруіміз керек. Ешқандай белгі болмаса да жол беру деген ол міндетті түрде шығатын жол екінші деңгейдегі. Сондықтан мына жаққа қараймыз, екі жаққа қараймыз да жүре береміз. Алдымызда реттеулі жол қиылысы жасыл жанып тұр, қарама-қарсы бағытта машина жоқ. Яғни біз жүре береміз. Алматы қаласына мындай БРТ деген жүйе бар, ортамен жүретін автобустар. Сондықтан біз автобустың сол жағымен жүреміз. И міндетті түрде бұндай жерде адамдарды байқаймыз. Көріп тұрсыздар ма? Адамдар келе жатыр. Өйткені аялдама бар, адамдар өтетін жер бұл. Сондықтан абайлап адамдар жоқ болса, қарай жүре берсек болады. Сонан кейін алдымызда қазір кольцо бар, круговой движение дейміз. Айна қарап біз қарт жақтан көлік, оны абайлап. Кольцода көп адамдар көлікте қалай жүруді білмейді. Ол үшін біз жол белгілеріне қарауымыз керек. Кейде кругтың іші басты жол болады, немесе біздің жолымыз басты жол болады. Сол знакқа қараймыз. Содан кейін кругқа кірер кезде оң жақ поворотты жағып кіреміз да, кругтың ішіне кіргенде өшіреміз. Содан кейін шығар кезде сол кругта тағы да жағамыз. Яғни екі рет оң жақ поворотты жағады екенбіз. Сол жақ повороттың керегі жоқ, себебі кругтың іші сол жақ поворот деп саналмайды. Бұл движение по кругу деп айтамыз, айналмалы жол. Бірақ егер кругтың ішінде, сол кольцоның ішінде бірнеше жолақ болса, полоса, яғни сол полосадан полосаға ауысқымыз келсе ғана сол жақ поворотты жағамыз. Так кругтың ішінде бір полосаның ішінде кетіп бара жатып, поворотты жаққан ол дұрыс емес. Тыңдағандарыңызға енді рахмет. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.